Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге біздің ең бауырмал, ең жанашыр органымыз туралы сіздерге пайдалы ақпараттар беретін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Бауыр сіздің ең бауырмал, ең жанашыр орган. Бауыр сіздің жеке лабораторияңыз. Ол 300 миллиард жасушаға жауапты. Бұл клеткалар қаннан ең қажетті қоректік заттарды, пайдалы қышқылдарды сүзіп алып ағзаңызға сіңіреді. Барлығы тек сіздің денсаулығыңыз үшін. Бауыр күнделікті ас қорыту процесіне қатысып, өт өндіреді. Ағзадағы химиялық қалдықтарды сыртқа шығарады. Ағзаны улы заттардан тазартады. Қанды тазалап, қайта-қайта жанартып отырады. Ақуыз, май, көмірсу, алмасу процесіне қатысып балансын реттейді. Дәрумендер қорын толтырып, әрі сақтап отырады. Осы бауырымызды бұзып алсақ, өтке тас жиналады, артериалды гипертензия туындайды, түрлі аллергия пайда болады, жатыр миомасы, эндометриоз, полифтер, варикоз. Сондықтан да бауырды қазірден баптаңыз. Бауыр қызметі үшін пайдалы өнімдер. Қырыққабат тұқымдастар, барлық қырыққабат түрлері, сельдерей, қызылша, кәді, асқабақ, артишок, пияз. Көк шөптер, салат жапырағы, аскөк, ақжелкен, руккола, жалбыз, базалик, жасымық, яғни шпинат. Майлар зәйтүн майы, кокос майы, сүт, ошаған майы, зығыр майы. Сусындар, шөп шайлар, көк шай, бақпақ тамырынан қайнатпа, күріш, бұршақ тұқымдас жармалар, ет сүтінен айран, йогурт, ірімшік, дәмдеушілер, куркума, лавр жапырағы, тмин. Бауыр фильтр. Ол ішкен жегеннің бәрін сүзгіден өткізіп, сорттап, керек жеріне жіберіп отырады. Зат алмасуға қатысады. Бауыр іштен тынып үндемей ауыратын орган. Жаныңа батқан кезде ғана оның бар екені есіңе түсіресің. Майлы, ащы, қуырылған тамақтан, вирустан бауыр тез шаршайды. Егер сіз ылғи да оң қабырғаңыздың төменгі жағының сыздап ауыратынын сезсеңіз, тез арада бауырыңызды тексертіңіз. Кейде белде пайда болған қышыма да бауыр ауруының белгісі болып табылады. Бауыр ас қорытуға көмектесетін, өмірлік маңызды заттарды синтездейтін және токсиндерді ағзадан шығаратын орган. Бауыр қызметінің бұзылуы әлемде кең таралған. Бір ақш-тың өзінде 30 миллионға жуық адам бауыр ауруына шалдыққан. Білесіздер ме, бауыр қатты бүлінгеннің өзінде де ауырмайды. Себебі оның құрамында ауырсыну рецепторлары жоқ. Әдетте ауырсыну мен шаншу бауыр ауруы өте қатты асқынған кезде туындайды. Ондай жағдайда бауыр іседі, үлкейеді. Өзін қоршап тұрған капсула қабығына симай, қысым көрсете бастайды. Міне содан кейін ғана науқас ауруды сезеді. Ондай жағдайда өкінішке орай емдеу кеш болуы мүмкін. Бауыр ауруының белгілері: әлсіздік, бірнеше күн немесе апта бойы шаршау, диетасы және себепсіз арықтау, жиі бас айналуы және құсу, тәбеттің жоғалуы, аяқтың төменгі жағының жиі ісуі, іштің кебуі, белгісіз себептермен дененің кез келген бөлігінде, қолда, аяқта, иықта қышынудың күшеюі. Егер жоғарыдағы белгілерден бөлек көз алдының сарғаюы, кіші дәреттің бұзылуы байқалса, дәрігер көмегіне жүгінуіңіз қажет. Бауыр іштің оң жақ қабырғасынан сәл төмен орналасқан орган. Ол ас қорыту, темір, ақуыз, майлар, көмірсулар мен дәрумендер алмасу процесінде, сондай-ақ токсиндер мен
оларды ағзадан шығаруға көмектесетін басты орган болып табылады. Бауыр қабынған кезде бауырдың көлемі ұлғаяды. Өскен сайын ол сыртын қаптаушы капсулаға қысым жасайды. Ал ауырсынуды білдіретін жүйке талшықтары бауырдың өзінде емес, сол капсулада орналасқан. Бауыр іскен сайын капсула созылады. Созылған сайын ауырсыну белгісі пайда болады. Әдетте ондай ауырсыну оң жақ қабырға астындағы жайсыздықпен, ауырлықпен сезіледі. Бауырдың өсетіні соншалық біз оны қолымызбен де сезе аламыз. Бауыр қалай ауырады? Енді бауырдың зақымдану кезінде пайда болатын белгілерге тоқталайық. Бірінші, қолайсыздық. Бауырдың өсуі оң жақ қабырға астындағы жайсыздықпен сезіледі. Қатты ауырмайды, тек тырысады, аздап түйіледі. Ал егер өткір түрде ауыратын болса, онда ауырсыну өтте тас түзілу себебінен болады. Екінші, ауырсыну. Қабырға астындағы ауырлықты сезіну. Бұл белгі бауыр капсуласы созылғанда, зақымданғанда сезіледі. Үшінші, сарғаю. Егер де бауыр капсуласы ғана емес, бауырдың өзі де бұзылса, тері, көздің шырышты қабаттары сарғая бастауы әбден мүмкін. Төртінші, ауыздағы ащы дәм. Бұл соңғы дабыл. Ауызға ащы дәм келуі өтіңіз толып, қоюланып тұрғанның белгісі. Соның салдарынан бауыр да қиналуда. Жүріп алмаңыздар.